Өте тамаша. Неге, не себеп? Мойында алқа тұр ғой. Негізі көңіл күйім болған жоқ еді, осы соңғы күндері өте нашар болып жүрді. Сәл-пәл түсті дегенде. Бірақ бүгін мен үшін де өте күшті жаңалық болды. Өзіме қатысты. Қатты қуаныштымын. Ойыныңыздағы алқа Әділдің берген алқасы ма? Иә. Солай көріп. Кеше жыныма тиді да, соған ғой кішкене. Сөйтіп бір адамдармен араласпаймын деп айтты. Бүгін сол айтатын шығар кім екен. Араласпаймын деп айтты ма сен? Мен араласпаймын. Сен анаға стоп қылып сен араласпа деп. Не қой, араласпа деп айтқан жоқпын ба? Не өтірік айтып қойдым ба? Басқа нәрсе бар шығар мүмкін, иә? Басқа нәрсе? Иә, оны эфирде білеміз, солай. Негізі Жансаяның көңіл күйі күшті, жаңалығында еститін боламыз, міндетті түрде эфирді көріңіздер. Жансая, сіз соңғы рет қашан таяқ жедіңіз? Ешқашан. Кеше ұрған Мен таяқ жедім, бірақ мен ешқашан. Мамам надо таяқ жеп, папам даже дауысын көтеріп сөйлемеген. Мектепте менен таяқ жедім. Кішкентай кезіңізде де таяқ жеп көрмегенсіз ба? Ешқашан таяқ жеп. Өтірік айтпай ақ қойын, үлкен әпкемнен таяқ жеймін жақсы. Демек, бұзық болмағансыз. Бұзық болмайтын, тұйық болатын, бірақ маған тиіссе мен сөзге жоқпын, бірақ ұрып тастайды. Мен бұл кісі қатысатын соң қыздар жігіттерді салып тұратын арасы. Бірақ төбелеске бар болдыңыз. Бірақ жеңілмегенсіз, ә? Мәссаған, ешқашан дейді. Сізге қиын болайын деп тұр. Ешқашан жеңілмеген. Жеңілмеген. Братишкасы. Солай екен. Сержаннан сұрайық. Сержан кімнен таяқ жеген екен? Не үшін таяқ жеген? Папам да ешқашан ұрмайтын, мен ұрыспайтын да. Мен көбінесе ағымнан таяқ жейтін. Өйткені постоянно үй жинауға тұратын мама мен папа жұмыста болған кезде. Заставлять ететін үй жинауға. Диванға лақтырып, ағанда жыласаңшы аузыңа носки тығып қойып жүріп. Мәссаған. Сіздің үйде қыз болмаған, е? Қыз болмаған. Сол үшін сіздер үй жинаған. Мен ғой енді, түсіп тұрсың. Қол жуғансыз деп айта алмайтын. Қол жуғам, үй сыпырам, саяқ жуам, мамама дегенше дайындық қояды. Бүкіл авторитеттің бәрін ағам алады. Мен саған ренжуім, қазір көріп отырсаң десең. Мәссаған. Келіншегіңіз болғаннан кейін үй шаруасына көмектесесіз ба? Мен вообще көмектеспеймін, тек қана пол жуам. Болмаған, қалған өз. Ақеркенің бүгін көңіл күйі қалай екен? Привет. Мен бүгін көңіл күйім Еген бөлде жоқ. жоқ болатындай ақ барам. Кіммен кездестіңіз? Ешкіммен кездескен жоқ. Ешкіммен кездесу болған жоқ. Біреу деп айтсам қателі болады. Ешкіммен кездескен. Үміткеріңіз әлемен немесе экс деп айтайын ба айтпайын ба білмеймін, Сержанмен. Кеше эфир біткеннен кейін екеуін көрдім, сөйлесіп тұрған. Эфир сыртында адак бүйтіп барып сөйлесіп, ондай нәрсе істеген жоқ. Сөйлестім, енді түсіндіруге тырыстым. Выборым примерно бір адамда никак емес екенін біліп тұр ғой ол адам өзі. Бұлай түсіндіруге тырыстым, бірақ енді бүгін ата-анамның барлығының көзқарасымен болсын түсіндіре алғанша түсіндіретін боламын енді. Бір шешімге келдіңіз демек. Әлі айта алмаймын. Точно сенімді емеспін. Иә, бүгін екі жанның біреуі немесе екеуі де болмау. Ал Фортунаның бүгін көңіл күйі қалай екен? Әдемі болып отырсыз. Өте тамаша. Кеше қуып бұрын әдемі болдым. Енді көйлек әдемі болған. Енді көйлекте бір әдемілік қосып жатқан енді ол Өзіңіз ба? Кездесулер қалай болып жатыр? Машинаны жақсы көретін сияқтысыз. Кеше кездестік. Барлығымыз биледік. Клубқа енді вообще бармаймыз ғой. Әшейін тамақтануға бардық. Енді Ол жаста барды ма? Иә. Бірімізді көрген шығарсыз, басын билеп биледі ғой. Мама, сен клубқа бармай жүргенсің ғой дедік. Сөйтіп барлығымыз көңіл көтердік. Олжасында билеген жоқ, бір орында отырдық. Таразда Чемпионте алған иә. Сосын Олжас үндемей отырғасын. Мен де билегім келмей қасында отырдым, бетіне қарап. Сөйтіп екеуіңіз де билемедіңіздер ма? Болмапты онда, иә? Екеуіңіз мүмкін ол жер ұнамаған шығар.
Фортуна сіз ше өміріңізде таяқ жеп көргенсіз ба? Бізде анамнан басқа ешкім таяқ жемейді деп айтпай ақ қояйын. Мен әкем де анда санда бұрын кішкентай кезімізде ұрысып қоятын еді. Мамамдан в основном сіңіліме көп тиісемін. Менде Алена дейтін сестренкам бар, соған көп тиісемін. Ананың жуығын анысы деп па, келін болған кезде қандай боласың деп өзім ұрысатын едім, сол үстіне мама өзіне қарап ұрысып мені ұрады. Солай болады. Ал төбелесіп көргенсіз ба? Мен андаймын, бұрын мектепте школьник болады ғой, бір анда авторитет балдар болады ғой, андай чорт балдарға тиіседі ғой. И содан кейін мен андаймын да, жаным ашиды да, сен кімсің оны ұратын деп, мен оны ұрамын ғой. Төбелесіп көрген ғой. Сосын таяқ жеп үйге қайтады деймін, бұл кішкентай төбелесіп кезімде. көрген ғой, Ақмарал деп. Ақмаралмен таяқ жеп көрдім, иә. Соңғы рет таяқ төбелеспеген бұл кісі таяқ жеген сияқты чисто. Жоқ, мен ол кезде қылмаймын ғой, дәу басым. Просто Өзі ғой енді таяқ жеп қалдым, таяқ жегем. ұрды да, сосын мен ойлағым ғой, заявление жазамын. Сөйтіп, Сол Ақмаралды не знаю, тұрды да ішіне айтып қалады, сосын анда демала алмай қалады екенсің, өлдім ба деп бүйтіп қиналып бүйтіп жатыр едім, сосын артынан бір болды, точно заявление жазамын дедім да, мен қылмаймын дедім. Сосын енді эфирде кешірім сұрады, содан кейін мен де енді Алла тағала бізді кешіргенде біз кімбіз кешірмейтін деген сияқты да, содан кейін кешірдім мен де. Екінші рет ұрсам бірақ точно ақша өндіріп аламын дедім да, сосын жүр дедім да, содан кейін болды. Ақмаралар жақсы, нормально. заявлениені ақша алу үшін жазғыңыз келді ма? Жоқ, адамды орнына қою үшін енді адаммен жынымен жынды болып төбелеспейтін шығар менде сол үшін. Иә, біздің Фортуна төбелеске жоқ, көрдіңіздер ғой қандай қыз екен. Авторды шешем бар. Иә, болмаса кішкене заявление жазып ақша өндіріп алуы мүмкін. Ал сразу бастап кетіңізші, төбелес таяқ жеп те көрмепті аға. Төбелеспегенмін да, ол нәрсеге алып келмегенмін да ешкімді. Короче, мен не ғой, тілім негізі ашу ғой, бірақ мен гимназияда оқығанмын, и бізде ондай стрелка, төбелес деген тема вообще болмайтын. Или болып мен қатым болмадым ма, мен ағам болды, әпкем болды, сондықтан олар ешкімге тиіскізбейтін, короче, маған. А так өздерінен бірақ таяқ жегем, бірақ танымайтындардан таяқ жемегем. А так мен төбелес дегенді жақсы көрмеймін, потому что андай да, либо менің бір жеріме бірдеңе болып қалуы мүмкін, көзім болып кетсе, мұрным болса кетсе де, мысалы, или басқа біреуге бірдеңе болып заявление жазады, басқа қылады. Проблемасы көп нәрсе, сөзбен шеше аламын, сөзім көп жерге жетеді ғой. Сөзбен шеше алатын жерде, зачем төбелесіп деп, мен төбелесіп көрмеймін. Сұлулығыңызға бір зияны тиіп кетер деп қорқамын да, шашым түсіп қалса өзі шашымда жоқ, өтірік шаш тағып жүрмін. өтірік шаш тағып жүрмін деген. Ал Әлшер неге соңғы кездері жобадан біреу кетеді десе қорқатын болғансыз? Қасиягым көп қой менің. Мәссаған, білдіргеніңіз бар. Жетеді. Шариар сияқты сыртта қыздарыңыз бар ма, ұнатып қалған? Шариғарда қыздар бар ма? Енді қыз... Жоқ, Ода қыз менде қыздар бар. Мәссаған, не деген сұмдық мынау? Енді қалай үміткер күтесіз? Естімейді үміткер келмей жатыр. Мәссаған, ой, болма не? Тірі адам тіршілігін жасайды деп, сыртта тіршілік істеп Әзір түсініп тұрсың ғой. Түсінбей қалуы мүмкін арасын. Дегенде енді каждый день ойымдайсың ғой. Ойымдадыңыз. Бәріміз отбасымыз, бір дәу анадан туғанбыз бәріміз. Содан кейін ойымдайсың бауырларымды, қарындастарымды. Жарайды. Кішкентай кезіңізде кімнен көбірек таяқ жедіңіз? Таяқ жемегенмін мен. Мәссаған, шынымен ба? Отырып Мен де айтпа. таяқ жеймін ғой. Жарайды, отырыңыз, сізге рұқсат. Аруна, сіздің көңіл күйіңіз бәрі күшті ма? Керемет. Үміткеріңіз жоқ. Үміткерім жоқ. Сол үшін көңіл күйіңіз күшті ма? Сосын не? Үміткер күтесіз негізі. Күтесіз ба? Басқа жігітіңіз жоқ, ешқандай. Мені қай жігітімді айтасың? Жарайды болсын, сен егерді жоқ дегенге. Просто Арунаның артынан жүгіріп жүрген жігіттер көп болған соң кішкене шаршап қалған сияқты үміткер күтуден. Демалып үлгермей жатыр, онда қашып жүріп алдан төбеден. Сіз кішкентай кезіңізде таяқ жегенсіз ба? Конечно. Кімнен таяқ жедіңіз? Мамадан да. Осылайынан вышивкамен деген мамалар таяқ деген мощный болады ғой. Салып қалған кезде есікте тура шығып құдай көршім үйіне өтіп кеткен. Жүгіріп ше. Даусым шықпай қалған ғой жылағаннан. Еще таяқ жесем мамамды Сөйтіп, мамаңыздан таяқ жеген кезде? Мамамды таяқ жеген кезде мамамды атымен атайтын тұғым. Еще сол құдай көршімнің үйіне барып залға текке болма маған.
ота бүйтіп қаттырмайды дейді что-то қаттырды деген. Кейін болашақта күйеуіңізбен де ұрысып қалсаңыз атын атап кіретін сияқтысыз, иә? Иә? Андай жаным демей ше? Я сондайым бар я. Сразу атын айтайын. Сол талай таяқ жегенбіз, неше түрлі заттардың удивительныйге таяқ жедік қой. Тентек болдыңыз ба? Тентек болғанда үйдегі заттар далаға таситынмын. Қырсық болған сияқтысыз. Қырсық болмай я. Шүкір бірақ таяқ жегеннен өлген жоқпыз. Адам болдыңыз. Адам болдық. Солай екен.